Arkadaşlarım Erkinur'a ilkimiz. Еркенұрға гипноз жасаймыз дейді Айлинко. Я кеше Айлинкоға гипноз жасап бар айтқанымды істетіп алған едім. Енді Айлинко екеуміз тық деп Еркенұрға гипноз жасаймыз, иә? Давай, Еркенұрға. Айлинко тық дейді қазір. Бірінші Айлинко, Еркенұр қарашы бері де, аха. Сосын мынаны бітесін. Тық дейсін. Болды, гипноз болды. Еркенұр, сен мені тыңдап тұрсың ба? Біздің айтқанымыздың бәрін істейсің түсіндің ба? Все, күшті достар, лайк басыңыздар. Еркенұр, не айтсақ болады екен? Өлең. Өлең айтқызамыз ба? Давай, Еркенұр өлең айт бізге. Менің атым Альберт. Молодец. Қалай, Айлинко, саған ұнады ма? Ya, ben başkası aydım. Өлең. Жаным. Айлиндің алқысын. Күшті айттың болды. Кән шапалақ. Болмады. Еркенұр біздің гипнозымызда Еркенұрға бар айтқанымызды істетіп алайық. Болмады. Хорошо, давай, айтшы. Алқысын. Молодец. Ал Айлинко, Еркенұрға тағы не деп задание айтамыз? Под гипнозом тұр. Бар айтқанымызды істетіп алайық. Қалай ойлайсың, не айтсақ болады? Айлинко өз-өзін гипнозға жіберген сияқты, что-то ойланып кетті. Жаным, мына гипнозды не қылатынды алып апты. Енді бүйтеміз. Еркенұрға үй шашып тастаған бағана. Или Айлинко шашқан, иә? Сен соны барып жинайсың. Анау нені жинаш? Мияқта көрпелер шашылып жатыр. Осы жерді жинап таста. Ойыншықтары да жатыр екен. Өз ойлап кеткеніз. Сен гипноздасың. Мына ойыншықтардың бәрін жинау керек. Ау. Көзін жұмдар. Маған гипноз жасап жатыр, достар. Көздерін жұмып тұрыңдар. Көзін жұмам мен. Мен көзін жұмам. Ал, давай, Айлинко. Осылай тық деп істейді. Все. Мен бар гипнозам. Кетті, мен бар айтқандарымды істеймін. Не айтқандарымды істеймін. Еркенұрына мен приказым істеп жатыр. Инде болмаңыз. Все. Кетті. Ау. Ояндырды мені. Қызық болды ғой, достар. Оператордың өзін гипнозға жіберді ғой. Ау. Не істейміз енді? Тағы не приказ береміз? Ал, достар, Еркенұр біздің приказымызды орындады. Енді келесі приказ Еркенұрға. Анау артындағы тұрған мусорды жинап таста. Айлин бұзық. Осыны шашқан Айлин бұзық. Бұзық емес, мақұл. Келесі не задание берсем екен? Қандай приказ берсем екен? Мынау бұзық мен ұнамай тұр, осы бұзықты алыңдар да қамап тастаңдар. Приказ. Ойнап жатыр. Так, келесі приказ не болса екен, а? Отышу керек емес, үй жинау керек емес. Секір, басында бет ұстады. Тұк, секір. Балық сияқты тұк, секір. Аха. Так, енді. Айлинко өз-өзін гипноздап тұстады. Ал, кет. Ал, сен гипноздасың, сенде. Екеуің бірге тұрыңдар. Екеуің бірге бір аяқпен секіріңдер.
Adam okumay. Оп-оңай екен. Айлинкоға қиындау болып тұр, иә? Жоқ, бұл қызық емес, бұл таң. Не істесек болады? Ашты кетчуп жейсіңдер. Жоқ. Ой, Еркенар кетчуп жақсы көреді екен. Печеньяны қазір мен сендерге ашты бірдеңкеге батырып беремін. Соны жейсіңдер. Anam demeyeyim. Мына тұрған вафлиді қазір мен ашты бір нәрсеге батырамын. Соны мақұл сен жемей-ақ қой, Еркенар жейді. Соевый соусқа батырып берейінші. Чего деп қояды. Ал достар, мен соя деген приправа тамаққа салатын. Осыны вафли мен бүйтіп араластырамын да Еркенарға жегіземін. Ал Еркенардың реакциясын көрейік. Ал бұл давай. Еркенар, 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 давай, давай. Давай. Бұл önce. Ана жандағы кетчупты істей салайықшы. Кетчуп істемейміз. Кетчуп қызық емес болып қалып, кеше Айлинко деген ашты екен. Деді Айлинко. Тойны жалам ана кетчупты. Давай осыны же, сосын мен саған кетчупқа істеп беремін. Давай бір істеп көрші, қалай болады екен. Қандай екен? Все, тастай сал, қой. Қой, достар, қинамай-ақ қойықшы, иә? Ана. Онша емес болып тұр, дәмі? Еркен түрін қараңдар енді. Все, давайте келесі. Приказ. Бұған теспе? Ты под гипнозом. Айлинкоға не істетеміз, достар? Айлинкоға не істетек болады екен? Айлинко екеуің қазір приседание жасаңдар, сосын мостик жасаңдар. Ал. Қазбе. Давайте, қарандар, достар. Еркені қазір мостик жасайды. Уау, көрдіңдер ма? Күшті. Молодец. Ал. Уау, Айлинконы қараңдар. Молодец. Приседание 10 рет давай. 1, 2, 3, 4. Ух ты, молодец. 6, 7, 8, 9. Ойнау оңай болып қалып. Еркенар бізде спортсмен ғой, негізі андай неге қатысады? Биге қатысады. Оңай болып қалып саған. Так, келесі. Не істесек болады екен келесі? Жаным, менің қыздарым шетінен өнерлі балалар. Конфет берем, егер сендер мен бір газында орындасыңдар. Басыңа орамал тақып келді, апа сияқты сөйле. Давай. Басқа. Болмайды, ты под гипнозом. Мен айтқанды істе, давай. Ана, жастықтың насы? Жастық? Сасық. Сасық. Достар, сасық деген тілі келмей, сағыз деген сасық деп жатыр. Қызық болды ғой, иә? Осындай кішкентай тілдермен солай сасық деп жатыр сағызды. Так, сағыз. Міне сағыз. Қазір беремін. Чупа-чупс бар и сағыз бар. Қайсысын берейін? Сасық. Бұның екеуін біреусін таңда, Еркенұр таңдап еді ғой. Таласып қаласыңдар әйтсе. Мен біреу ғой. Онда жартысын Еркенұрға бер, жартысын өзін жей, ха? Бөлісіп жейді. Ал достар, Еркенұр келді, енді апа сияқты сөйлесін деп жатырмын. Рақтарым, құлақтарым. Апаларға өсіп. Дети мои, қалайсыңдар? Аяз ата солай сөйлейді бірақ. Қызық болды ғой. Хорошо, мақұл. Сол жетеді. Қарақтарым, шырақтарым деп қайттан айтшы. Қарақтарым. Ой, қалай айтыстан? Қарақтарым, шырақтарым. Қарақтарым, шырақтарым. Сен қызым. Мына қызғанып отыр, қызғаншақ, өзі қызғаншақ. Шешем.
шешіп тастаха. Келесі тапсырма қандай болсын? Білмей тұрмын. Достар, сендердің идеяларың болса жазыңдар. Келесі видеода қосатын боламыз. Ал достар, мен келесі тапсырмам ол мына кетчупке вафлиді батырып же дедім. Жаңа соевый соусқа батырып жеп еді ғой. Енді кетчуппен көрсін. Ойлап отыр, бұл кетчуппен дәмді болады деп. Айттым, дәмді болмайды дедім. Қалай? Хош, шынымен дәмді ма? Достар, лайк басыңыздар Еркенұрға. Тәттімен мынандай кетчуп қалай болып отыр ол? Жаным, сырғасын көрдіңдер ма? Мынандай сырғасы бар Айлинконың. Ал келесі тапсырма енді бізге жылқының суретін салып бер. Күшті қылып салып бер. Ал достар, Еркенұр суретін салып алып келді. Көрейік, ал не сурет салған? Мына жылқы ма? Жылқы емес, ешекке ұқсап қалған ғой. Мынау не мынау? Крокодил ма? Не? Аузына не болғаннан? Күлкісіңдер. Достар, қараңдар, мынау жылқы насыл лайк басыңдар. Құйрығы әдемі екен, прям пышный күшті болып тұр. А мынау не, тістері ма? Да. Крокодилдің тістері сияқты ғой мынау. Өзі бойы кішкентай. Әрі жылқы, әрі крокодил ма? Тағы да сурет па? Мына бетіне қазір Еркенұр әпке салып береді, аха? Все, сен под гипнозом тағы да сурет сал. Ал достар, біздің суретіміз ұнаса лайк басыңыздар мынау суретке. Және біз дальше сурет сала береміз. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі видеода кездескенше. Пока!